Қайда жүрсің осы уақытқа дейін? Балық ұстадық. Балық? Иә. Қаны? Көрдің бе? Құдай-ау, құлындарым менің, асыраушыларым, қандай үлкен балық. Әкесі-ау, балаларымыз азамат боп қалыпты ғой. Дәметкен, тоқта. Әкесі. Ал шындарыңды айтыңдар. Қайдан ұстадыңдар? Өзенге бардық. Өзенге? Қазір өзенде мұндай балық жоқ. Колхоздың тоғаннан алдыңдар ма? Кәні мойындаңдар. Сендер не? Бізді алдап отырсыңдар ма? Онда бұны тезірек асып тастайық, бәлесінен аулақ. Тоқта. Бұларың сұмдық қой. Госпитальдегі солдаттар үшін өсіріп жатқан жоқ па? Соны біле тұра қалай дәттерің барды? Біз не? Біздің де тамақ жегіміз кеп тұр. Сен ғана ма? Көршінің балалары да, шешелерің де. Мен де жегім келеді. Апарып тастаңдар. Қорқамыз баруға, қозғалмай қалды ғой. Енді несіне апарамыз? Балаларды ұстап, қамап қойса қайтеміз? Одан да асып жей салайық, бәлесінен аулақ. Жоқ. Аш. Өзіңе қимасаң, көршілерге берсеңші. Госпитальге апарам. Ал балаларым, әрдайым есте сақтаңдар. Өлімнен ұят күшті. Ажал келіп тұрса да, ар намыстарыңды сақтаңдар. Әке? Әке? Әй, тоқтаңдар. Отыр қыз, ол дұрыс айтады. Әке, кешір бізді, енді қайталамаймыз. Күреске қасық бар ма? Бар. Абдрахманов, Мен туған жылың 23-ші. өте бер. Аюпов, Мен туған жылың Үлкен болсам мен де кетер едім соғысқа. Қайтып күн көреміз. Сен жылама. Басқаларға үлгі болуың керек қой. Мықты бол жаным. Әкел. Әкел. Бол, тез. Әкеміздің бізге берген бұл сабағын өмір бойы ұмытпадық. Мен оны үнемі әскери киім мен фуражкада елестетемін. Ол әскери комиссариатта қызмет етіп, 43-тің көктемінде майданға аттанды. Мұндайды енді қайталама. Кетер алдында әкем өз пилоткасын Сағиға сыйлады. Сағидың оны көздің қарашығындай сақтап қойғанын мен көп жылдан кейін білдім. Сен енді үйдің үлкенісің. Шешеңе сүйе бол. Тік тұрыңдар. Тоқтаңдар, қайда бересіңдер? Тоқтаңдар, тынышталыңдар дейін. Жаманырып бастамай, тұрыңдар. Әке, соғысқа бармашы. Құлыным, аман есен оралам. Рас бұл. Рас. Уәде берем. Жылама құлыным. Жігіт емессің бе? Уәде берем деп айттым ғой. Болды. Қайтып оралам. Рас бұл. Рас, жаным. Бар, дәметкен баланы ал. Жігіттер, ашын алып. Әкем келімде уәде берді ғой.
Не болды саған, айтшы? Әкемді көрдім. Мені танымайды. Шақырсам да келмейді. Жата ғой. Біздің әкеміз Сағиға берген уәдесін орындай алмады. 44-ші жылы қаза тапты. Олардың 1078-ші атқыштар полкі Нарбашын болған шайқаста түгелдей қырылды. Кіші лейтенант Аблай Ералин бауырластар зиратына жерленген. Оны 1949 жылы шешеміз, ініміз, бәріміз бірге іздеп таптық. Ал қара қағазды 44-ші жылы Мұсаның әкесі әкелген. Оған аудандық әскери комиссариат беріп жіберіпті. Это вам военком передал. Неге сізден? И это тоже. Сағи, тоқта! Тоқта деймін! Саған не болды? Кетпе! Не? Оның не? Әкеміз батыр емес пе? Неге орденін лақтырып жібердің? Әкем бізді алдады. Келімдегі уәдесі қайда? Уәде берген рас, бірақ ол кінәлі емес қой. Тірі келмегеніне. Соғыстың аты соғыс сен. Әкеміздің орденін лақтырып жібердің. Бар, орденді іздеп тап. Өзің бар. Жарайды, екеуміз барып іздейік. Жүр. Кеттік. Таптым! Міне! Жарайсың. Маған ордені керек жоқ, маған тірәке керек, қол жоқ қылса да. Әсия, қымбаттым менің. Бәрі де күні кешегідей көз алдымда. Мені Алматыға оқуға аттандырғаным есімде. Жүк машинасы мені алыстағы беймәлім қалаға ала жөнелді. Сенімен қоштасқанда 2 жылдан соң артымнан келеріңді білмеп едім. Вы не скажете, как университету пройти?